Балалар, 1991 жылы КСРО ыдырап, жоспарлы экономика өмірден кетті. Республикада 1991 жылы 5000-нан астам ірі өнеркәсіп орындары, 2119 кеңшар, 407 ұжымшар, жылу мен су электр станциялары, байланыс құрылыс мекемелері болды. Қазақстанда тәуелсіздік жарияланысымен-ақ мемлекеттік меншікті жекешелендіру жүргізіле бастады. Қазақстан өнеркәсіп орындарына инвестиция жұмсалып, қызметі жандана бастады. 1991-1992 жылдары барлық салаларда шағын және орта бизнес пайда болды. Мемлекет оларды қолдап жеңілдік жасады. Орта бизнесті қолдайтын, дамытатын заңдар қабылданды. Республика өнеркәсібін дамытудағы мұнай-газ өнеркәсібінің келешегі зор. Қазақстанның 7 облысының жерінде 250 ірі және ұсақ мұнай-газ орындары бар. Бүгінде Қазақстандағы мұнай өнеркәсібін Қазавойл ұлттық мұнай компаниясы басқарады. Қазақстан әлемдегі мұнай шығаратын 98 елдің бірінші ондығына кірмек. Ауыл шаруашылығында 60 мыңнан астам шаруа қожалығы құрылды. 2003-2005 жылдар ауылды көркейту жылдары болды. Қазақстан дүние жүзіндегі сапалы астық шығаратын елдердің бірі. Балалар, Қазақстан инвестициялық саясатқа ерекше назар аударып келеді. Қазақстан 1993-1996 жылдары 7 миллион долларға жуық шетел инвестициясын пайдаланды. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін республиканың валюта алмас және алтын қорлары құрылып, айналымға 1993 жылы 15 қарашасынан ұлттық валюта теңге енгізілді. Сыртқы экономикалық байланыстар әлемдік ғылым мен техникаға, өнеркәсіп пен мәдениетке жақындастыратын кез келген мемлекеттің күрделі салаларының бірі. 1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздік туралы декларация жариялап, дүниежүзілік қауымдастыққа енуге мүмкіндік алды. Қазақстан экономикасына аса ірі капитал тарту мәселесінде 40 жыл мерзімге Теңіз-Шевройл бірлескен кәсіпорнын құру туралы меморандумға қол қойылған. 1996 жылы инвестициялар жөніндегі мемлекеттік комитет құрылып, тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы заң қабылданды. Ол шетел инвестицияларының өрістеуіне жағдай туғызды. Қазіргі кезеңде өнеркәсіпке және ауыл шаруашылығына тартылған шетелдік инвестициялар көлемі 8 миллиард ақш долларын құрады. Қазіргі жаһандану жағдайында мемлекетіміз халықаралық қатынастарға мақсатты түрде қосылып отыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында 2003 жылы қабылданған көп жақты сауда-экономикалық ынтымақтастық бағдарламасы және оны іске асыру жоспарында ең алдымен тауарлар мен капиталдың, қызмет көрсету мен технологиялардың еркін қозғалысына әсер ететін 11 сала бойынша 127 жоба жүзеге асырылды. Қазақстанның импортындағы негізгі үлес салмақты. Ресей Федерациясы 49%, Германия 7%, ақш 5%, Ұлыбритания 4%, басқалар 26%-ді құрайды. Қазақстан Республикасы шетелдік несиелерді тарту, пайдалану, қызмет ету және өтеу процестеріне мемлекеттік реттеуді күшейту және отандық өнімдер экспортын ынталандыру үшін 1994 жылдың шілде айында Қазақстан Әлем банкісінің барлық халықаралық міндеттер жөніндегі құқығын иеленуші болып табылатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік экспорттық импорттық Эксимбанк банкісі құрылды. Экспорт-импорт операцияларын жүргізуде республиканың негізгі әріптестері алыс және жақын шетелдермен дамыған капиталистік елдер. Сыртқы экономикалық қызметтің маңызды аспектісі шетел инвесторларының қатысуы және несиелерін тарту. Бұл қаражаттар мемлекеттегі сырттан келетін қаржының тұрақталуына мүмкіндік береді.